Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ыдысымызға жылы су құямыз, одан кейін жылы сүтімізді құйып, оның үстіне дрожжи салып, және қантымызды салып, одан кейін тұзымызды салып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Одан кейін ерітілген сары майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды саламыз. Бәрін бірден салып жібермеңіздер, бір бөлігін салып, қасықпен араластырамыз. Одан кейін келесі ұнымызды салып, тағы да қасықпен араластырып, одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр иленгеннен кейін шемішкен майын салып, тағы да бір-екі рет басып, нанымызды илейтін боламыз. Қамырымыздың бетін салафанмен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей, біздің қамырымыз көтерілді. Енді 2-ге бөліп, кішкене күлше жасаймыз. Бірінші қамырымызды осылай қолымызбен кішкене илеп аламыз. Ешқандай ұн себудің қажеті жоқ. Осылай сопақша қылып алғаннан кейін теңдей етіп 2 бөлікке бөлеміз. Енді домалақ күлше дайындаймыз. Енді противенге қойып, осылай салафанмен бетін жауып, тағы 10-15 минутқа қойып қоямыз. Мінекей, біздің қамырымыз көтерілді. Енді қамырымызды басып формаға келтіреміз. Осы рецептпен жасап көрсеңіз, алдағы уақытта ылғи жасайтын боласыз. Өйткені жұмсақ, өте дәмді болып піседі, әрі тез дайындалатын нандардың бірі. Енді қамырымызды осылай қолымызбен видеода көрсетілгендей тесіп аламыз. Бір жұмыртқаның сарыуызына сүт құйып, жақсылап араластырамыз. Осы нандарымыздың бетіне жақсылап тұрып жағатын боламыз. Нанымыздың бетін күнжіт немесе макпен әрлесеңіздер болады. Алдын ала 180-190 градуста қыздырылған пешімізде 20-25 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің нанымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Жібек. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.